Сонымен тақырып бүгін денені басқаратын нәпсі болатын болса, нәпсі дегеніміз не, және нәпсі туралы керемет барады. Назар салыңыздар. Дайынсыздар ма? Дайын болсаңыздар плюс басып жіберсеңіздер. Дайын болсаңыздар плюс бассаңыздар. ютубқа сақталады. Мен кішкентай қызға көрінбей қалды. Тамашка сыйладым дейді. Қарап қуанып қалды дейді. Өзіңізге тамаша. Тамаша. Жақсы. Болса, кешіп кіргендер кіре беріңіздер. Нәпсі дегеніміз не? Нәпсіні қалай басқарамыз? Мұқият болайық, дәптердеріңізді ашыңыздар. Енді кеттік. Айттық, денені не басқарады дедік? Сіздер өте ақылды оқушысыздар. Өте ақылды оқушысыздар. Сіздер шәкірттен озасыздар. Сіздер шәкірттен, ұстаздан озасыздар. Сіздер ұстаздан озасыздар. Қараңыздар. Енді нәпсіге келейік. Бүгін нәпсі тақырыбы. Осыны мен ютубқа жіберем. Енді қараңыздар. Нәпсі. Адамды денені не басқарады дедік? Нәпсі басқарады дедік. Мен көз қорқынышты болғанса жауап қойыңыздар. Кейбір кісілер ұнамауы мүмкін. Денені нәпсі басқарады дегенге тоқталдық, иә? Енді кеттік. Нәпсі дегеніміз не өзі? Мына денені нәпсі, адамның денесі, мына адам ғой. Адамның денесін нәпсі басқаратын болса, нәпсінің өзі плюске, минусқа жұмыс жасайтын болса, нәпсінің өзі плюске және минусқа жұмыс жасайтын болса, нәпсіні бізге керек па жалпы? Онда керек па бізге? Жалпы керек па? Бұл керек емес па? Соған келейік. Бұл нәпсі біз күресетін дүние ма, күреспейтін дүние ма? Нәпсіңмен күрес, нәпсің... Алиса, громкость 2. Аузын жапшы. Нәпсіні плюске, минусқа жұмыс жасайтын болсақ, нәпсі жалпы керек па, бізге керек емес па? Соған келейік. Енді денені нәпсі басқарады дедік. Ал рух денені тәртіпке келтіріп отыр. Рух, адамның рухы. Адамның рухы, мына денені тәртіпке келтіріп отырады. Тәрбиелеп отырады. Мына рух болмаса, дене білген істеп кетеді. Яғни дене нәпсі басқарып отыр ғой, нәпсіні тәрбиелеп отырмаса, рух нәпсіні тәрбиелеп отырмаса, нәпсі білген істеп кетеді. Енді нәпсі дегеніміз не? Жазып алыңыздар. Нәпсі дегеніміз адамның физикалық қалауларын, инстинктерін, ләззатқа, құмарлыққа алып баратын психологиялық күш. Нәпсі дегеніміз адамның физикалық қалауларын, инстинкті, ләззат құмарлығын, ләззат қалауларын құмарлыққа алып баратын, құмартатын психологиялық күш. Қараңыздар. Олай болса, мен айттым ғой, нәпсінің азығы не дедім? Нәпсінің азығы тамақ, дененің азығы тамақ, сусын, ұйқы болса, қозғалыс, денсаулық болса, онда нәпсі осыны не істеп отырады? Үнемі ләззаттандырып отырады. Ләззат құмарлыққа. Нәпсінің жұмысын жазып алыңыздар. Тамақты көп жегізеді. Нәпсінің жұмысы тамақты көп жегізеді. Мен жазбай ақ қояйын, сіз жазып алыңыздаршы. Нәпсінің жұмысы тамақты көп жегізеді. Ашуландырады. Құмарлық. Мына құмарлықтың өзі 8-ге бөлінеді. Құмарлықтың өзі іште пункті 8-ге бөлінеді. Нәпсі жалқаулыққа алып барады.
нәпсі лезде ләззат іздеуге алып барады. Енді нәпсі не істеп отырады? Қайталап айтайық. Тамақты көп жегізеді, ашуландырады, құмартып отырады. Дай деп. Жалқаулыққа алып барады, жатқызып қояды, ештеңе істетпейді. Және лезде рахат іздеуге алып барады. Жылдам рахат іздеуге алып барады мына нәпсі. Енді айта кетейік. Мысал деп айтсаңыз, мысалы 7 деңгей тамақ жемеу керек, дене үшін керек. Адамның денсаулығы таза ұстау үшін, нәпсі үшін керек емес ол. Дене үшін қалыпты ұстау керек. Нәпсі не? Жей салсай, іше салсай, ештеңе етпейді, өлмейсің, үлгересің. Бір жесең толып кетпессің. Бір жесең ауру болып қалмассың. Давай жей салсай, іше салсай, өлмейсің, давай дейді. Нәпсі яғни тамаққа құмартып көп жегізеді. Нәпсі және ашуландырады. Саған әдеді ғой, давай мәде, не қарап тұрсың? Сенің айтқан істеген жоқ қой, саған бағынған жоқ қой, сені адам құрлы көрмей тұр ғой, давай. Сен кімсің деп тұр ғой анау. Давай. Нәпсінің жұмысы сол. Бұл минусқа жұмыс жасап жатқанда солай істейді. Және құмарлық. Құмарлықтың өзі 8-ге бөлінеді. Не нәрсеге құмарлық? Нәпсі қандай құмарлыққа жұмыс жасайды? Казино, арақ, әйел құмарлық. Әйел болсаң, еркек құмарлық. Бір красавчик жігітті көрсең, ойбай, денесін ай деп, ол да құмарлық. Бала туа беру, ол да құмарлық. Жыл сайын туа беру. Мақсатсыз. Және тамақ ішу құмарлығы, зат ала беру құмарлығы, көз қоймайды. Бар, ыдыс-аяғы бар. Биылғы жылдың новый жаңа ыдысы мынау. Басқа ыдыс, былтырғы ыдысы жарамай қалыпты, модадан кетіп қалған. Мынау новый ыдыс. Перде, мынау уже тұрғанына 1-ақ жыл болды, 2 жыл болды, уже модадан кетті. Бұл да құмарлыққа жатады. Яғни любой бар зат бары бола тұра, тағы да зат ала беру, тоймау, ол құмарлыққа жатады. Яғни сөйтіп бөлінеді, 8 пунктке бөлінеді құмарлықты. Құмарлықтың өзі 8-ге бөлінеді, және қалай құмарлықтың өзін плюске айналдыруға болады, минусқа айналдыруға болады, оны бөлек тақырып, бөлек сабақта айтып беремін, жақсы ма? Сыймайды өйткені мына неге. Келесі, жалқаулық, нәпсінің қалауы жалқаулық. Мысалы, мен айттым, таңертең 5-те тұрда, просто жүріп қайт дедім. Просто так жайдан жай жүріп қайт дедім. Нәпсі не істейді? Жалқаулық. Қойшы, үлгересің. Қойшы, жата берші. Жылы бесіңді не қылмашы, бұзбашы, жата берші, бүйтпеші, сөйтпеші деп. Нәпсі не істейді? Сені жатқыза береді. Істемей-ақ қой, жасамай-ақ қой, оқымай-ақ қой, тыңдамай-ақ қой, бармай-ақ қой, жумай-ақ қой, жинамай-ақ қой. Нәпсі артқа тартады. Яғни жалқаулыққа тартады. Өйткені оның мақсаты сені аман алып қалу. Сенен энергия жұмсағаныңды қаламай, сенің жүруге, істеуге, жасауға, жылы сөз айтуға, баруға, жылы энергия жұмсағаныңды қаламайды нәпсі. Просто тек жатып, телефон қарап жатқан қалайды нәпсі. Өйткені сен энергияңды солай сақтап қалғысы келеді. Және лезде рахат алу, жылдам рахат алу. Мысалы, мен айтсам қазір, мынандай бір формула бар, 50 000 теңгеге сатам, отвечаю, ертең 200 000 табыс кіреді саған десем, сен сол лезде рахат алу сен аласың, сатып аласың сен. Менен сол 50 000 теңге техникасын сатып аласың. Өйткені сенің нәпсің лезде болатынына сеніп тұр. Лезде рахатқа, ақшаға байып кететіне, күшті болып кететіне, сенің лезде техниканың лезде жұмыс жасайтынына сеніп тұр да, сені нәпсі не істейді? Лезде рахат алуға жұмыс жасайды. Мысалы, машина келді, бір машина тұр, машина келіп тұр, сен машинаң жоқ, машина салоннан машина алу керек, нәпсі айтады, алсай, рахат қой дейді. Кластасыңа көрсетесің, көршілеріңе көрсетесің, мақтанасың, группаластарың алсай, туысқандарың алдында абыройың көтеріп қалады. Алсайшы, ана коллективінің арасында мә күшті ғой деген сөз естіп қаласың, сені мойындайды, сені қабылдайды, давай алсай дейді нәпсі. Ал рух сені не істейді? Қорғайды. Рух айтады. Рух интуицияға жұмыс жасайды. Ертең менің жаным қиналады ғой.
ертең мен шаршап қаламын ғой оның ақшасын табамын деп. Қой, сен асықпа, көпеңе қарай көсіл айналайын. Алма оны, дейді. Нәпсі не істейді? Істемей ақ қой, бармай ақ қой, жасамай ақ қой, оқымай ақ қой, жүрмей ақ қой, таза ауада, дейді. Ал рух не істейді? Денеге не деп айтады? Интуиция арқылы сыбырлайды. Ей, жүрсей, ей, оқысай, маған азық берсей, жақсылық жасасай. Нәпсі айтады, жасама жақсылықты. Ашуландырады. Дейді ғой, давай, мәде. Рух айтады, сабыр сақта. Сабыр сақта, кішіпейіл бол. Итпен ит құсап үрме. Ол хейтерлер. Сен көшесің, үрген адам үре берсін. Ой, соттама, оттама, тыныш отыр. Кешірімді бол. Нәпсі не дейді? Тапқан екенсің. Давай, бүйт, давай, сөйт, давай, былай істе, давай, мынаны жаса. Яғни нәпсі адамды минусқа жұмсап отырады. Енді мына адам денесі бар, денені нәпсі басқаратын болса, адам сол нәпсіні көбірек минусқа жұмсай ма? Әлде нәпсісін плюске жұмсай ма? Ортада үлкен Т деген знак бар. Таңдау. Оны не деп айтады? Третий глаз. Үшінші көзінің ашықтығы деп айтады. Ана көкірек көзіңді аш. Көзіңді аш дегені сол. Ана үшінші көзіңді ашып қара. Маңдайыңда көз бар ма өзі деп айтады ғой. Маңдайыңда көз бар ма өзі, аш ана көзіңді қара деп ұрсады ғой. Ашып қара. Яғни таңдау бар адамда. Нәпсісі не минусқа жұмсайды, не плюсқа жұмсайды. Енді нәпсінің қалауын не істедіңіздер? Білдіңіздер. Яғни тәннің қалауын күшейтеді, ішкі импульстерді қосып отырады. Дене неге нәпсіге жақын? Қалай ойлайсыздар? Дене неге нәпсінің айтқан істейді? Дене не үшін нәпсінің айтқан істейді? Өте жақсы сұрақ. Дене не үшін нәпсінің айтқан істейді? Неге? Мен айтайын солай. Дене не үшін нәпсінің айтқан істейді? Себебі дене материалдық әлемге жақын. Жазып алыңыздар. Себебі дене материалдық әлемге жақын. Себебі дене материалдық әлемге жақын. Дене ғой жерде өмір сүріп жатқан. Дене ғой мына көзі көреді, құлағы естиді, бес сезім мүшесі жұмыс істеп жатқан. Дене ғой. Дене материалдық әлемге жақын. Рух ментальды әлемде. Ол көзге көрінбейді, ұстай алмайсың. Жан ментальды әлемде. Оны қолмен ұстап көзің көре алмайды, бірақ сезесің. Чуешь. Жылайсың, қайғырасың, өкінесің, ренжисің, мұңаясың. Сен мұңаюды қолмен ұстай алмайсың ғой. Ренішті қолмен ұстай алмайсың ғой. Бірақ олар бар ғой. Олар қайда? Жан мен рухта. Ал дене неге нәпсі басқарады оны? Өйткені тамақтану, сусын, ұйқы, сен оның барлығын физикалық денеде көріп тұрсың ғой күнделікті. Дене байланыста ғой, дене материалдық дүниемен байланыста. Көзі көреді. Кейбір кісілер бар, білесіздер ма? Көзі көрмесе, құлағы естімесе сенбейді. Не дейді сондай адамдарды? Көзі көрмесе, құлағы өз-өзімен көрмесе, құлағымен ұстамаса, құлағымен естімесе, қолмен ұстамаса сенбейді. Не дейді сондай адамдарды? Мысалы, ренішті сен ұстай алмайсың ғой, но оно работает. Ауаны сен ұстай алмайсың ғой, но оно работает. Сен Wi-Fi ұстай алмайсың ғой, но оно работает. Сен мен арқылы Wi-Fi-дің ортасында отырмыз ғой. Ауаны ұстай алмайсың ғой, но оно работает. Ауа жұтып алмаса өліп қаламыз ғой. Қайғыны ұстай алмайсың ғой, но оно есть. Интуицияны ұстай алмайсың ғой, но сен сезесің ғой. Сол үшін адамда рух пен жан бар. Кейбір кісілер айтты, рух бөлек па, жан бөлек па деп. Жоқ. Я
екеуі бір емес. Рух бөлек, жан бөлек. Жанның азығын айттық, иә? Жанның азығын айттық. Не керек оған? Дененің азығын айттық, не? Оған не керек екен? Енді нәпсі, мына денені басқаратын нәпсі болатын болса, дене нәпсі не плюске, не минусқа жұмыс істейді. Бірақ соны минусқа, не плюске жұмыс істететін кім? Кім айтады? 5 қоям. Тапсаңдар 5 қоям. Нәпсіні не плюске, не минусқа жұмыс істететін кім? Нәпсіні де басқаратын біреу бар. Кім? Нәпсіні не минусқа, не плюске жұмыс істете алады. Ми нәпсіге бағынады. Нәпсі не дейді соның етегінде ол? Рух. Келсе, рух. Яғни адам. Адамда не бар? Таңдау бар. Третий глаз бар. Таңдау бар. Адам нәпсісін не плюске жұмсайды, не минусқа жұмсайды. Не интуициясын тыңдайды, рухын тыңдайды. Рух интуицияға жұмыс жасайды ғой. Не мына нәпсін тыңдайды. Нәпсін тыңдаса минусқа жұмсайды, интуицияны тыңдаса плюске жұмсайды. Мысалы, машина, бағанағы машина. Болмаса, давайте бір қонақ шақырайын, той жасайын деп жатсың. Нәпсі той жасайын деп жатыр, айтты. 500 адамға жасайын деді. Рух айтты, көрпеңе қарап көсілсе, не аласың 500 адамда? Жетеді, сол туған туысқандар, ағайындар 100 адам жетеді ғой. Не болды мақтанды соншама? Жоқ, ел көреді, жер көреді, атағым бар, абыройым бар. Жасамады деген атағым бар. Ойбай келмеді дейді ертең. Істей алмады дейді. Әлі келмеді, шамасы келмеді дейді. Білмеймін. 20 миллион, 50 миллион кредит аламын да жасайын, болды. Қарызған болмаса біреуден. Рух айтады, яғни интуиция. Көрпеңе қарап көсілсе, айналайын-ау. Елдің сөзінен ермесеш, сені ешкім сынамайды, ешкім немейді, қайта үлгі боласың. 500 адамың не 100 адамға жасай салсайшы, ертең ол жастар бірге тұра ма, ары қарай тұрмай ма, сен оларға жауап бере алмайсың. Ырымын жасасаң болды ғой, батасын алсаң болды ғой, Алла разы болса. Сен мына жәбірелгіште, Адам ата мен Хауа ананы екеуін біріктірді ғой, қосты ғой, соның ырымын істесең болды емес па? Не аласың 500 адамды? Жоқ, мен жасауым керек. Ертең ел айтады, жұрт айтады. Туған бар, туыс бар, көршілер бар, группаластар бар, класстастар бар. Позор болғым келмейді. Рух не дейді? Мен ертең жаным қиналады ғой, ол ақшаны төлей алмай. Ертең мен ұйықтай алмаймын ғой, оны төлей алмай. Мен уайымдап жатамын ғой ертең. Сен бір күндік сәтің тойды өтіп кетеді, жарайды. Шақырдың әншілер, елдер ішіп жеп кетті. Беретін жаңағы дүниеңді бердің ана қызға, жақсы. Бірақ мен соны ертең төлей алмай, мен қиналамын ғой. Мен ұйықтай алмаймын ғой. Мен қалауымды, мен өмірім өтіп кетеді ғой, бірнеше өмірімді ана кредит жабумен өтемін ғой. Мен рахаттанып өмір сүре алмаймын ғой, мен қиналамын ғой. Көрсеші, нәпсі не дейді? Рух, аузын жапшы дейді. Яғни мына адамның нәпсісі семіреді. Нәпсің семіріп кетті деген сөз білесіздер ма? Не нәпсі семіреді? Интуицияны тыңдамаса, адам интуициясын тыңдамаса, нәпсі семіреді. Енді мына қоймайды, мына рух айтып жатыр, нәпсі қоймайды. Жоқ, мен дегенім бүйтуім керек, сөйтуім керек, алуым керек, сөйтпейді. Қоймайды енді. Сосын рух не деді? Білгеніңді істеші деді. Білгеніңді істеші болды деп бар. Енді мынау сол 50 миллион теңгені төлеймін деп, алдағы 10-15 жылда қиналады. Жанына оралмайды, рухына оралмайды. Қиналады, оның бар мақсаты қарызынан құтылу. Бар мақсаты 10 жылда ма, 5 жыл ма, 15 жыл ма, бар мақсаты құтылу. Өйткені ол ел үшін, халық үшін той жасап қойды ғой. Жанына оралмайды, жанына рухы жабық тұрады. Енді осы кезде 5 жыл дейікші, жарайды, ұзаққа бармай ақ қойын. 5 жыл рухына оралмаған адам
5 жыл жанына оралмаған адам, яғни екеуіне азық бере алмаған адам, тек қана дененің қамымен жүрген адам, яғни нәпсінің қамымен жүрген адам үлкен ауруға ұшырайды. Қандай ауру? Стресс деген ауруға ұшырайды. Стресс неден келеді? Стресс уайымнан, мазасыздықтан, ертеңгі күн болашақ қорқудан, алаңдаудан келеді. Стресспен бұл 5 жыл жүре ма? 5 жыл жарайды, құтылады, нәпсінің деген 5 жылдан кейін істеп бітіреді. Бірақ 5 жылдан кейін мына дене өзіне күшті ауру тауып алады. Түсінікті ма? Мен түсіндіре алдым ба өзі? Жалпы түсініп жатсыздар ма бір нәрсе? Жүрекше басайықшы қыздар, иә? Жүрекше басайық. Рухтың жұмысын айтамын қазір. Рахмет Райхан. Енді рух не істейді сонда? Рухтың жұмысы не? Рухтың жұмысы ардың тазалығы, ар-ұятты ойлайды. Саналыққа бағыт береді, бағдар береді. Рухтың жұмысы мына адамды, яғни мына адамның рухы не үшін жұмыс жасап тұр? Рух не үшін керек адамға? Дұрыс бағыт, бағдар көрсетіп тұрады. Адаспа, карта, адамның өміріндегі карта ғой. Былай жүр, былай істе. Өліге, қайтыс болған өлілерге Құран оқыт. Мына жолмен жүр. Мынаны былай айт. Мына жерде ашуланба. Мына жерде нәпсіңді тый. Мына жерге барма. Интуиция сезді дейді ғой, сезді, сол бармап едім сол. Интуициям сезді дейді ғой. Ол сезген жоқсың, сен рухың ғой айтқан барма деп. Рухың ғой оны айтқан барма деп. Сен айтасың, мә сезіп едім, білмедім осындай болар едім. Өйткені оны саған рухың подсказка берген. Рухтың жұмысы саған ар-ұятыңа сай, сенің ар-ұятыңды таза ұстап отыру үшін адамдық болмысыңды, адамдық тұлғалығыңды, адам ғой бұл деген сенің адам болмысыңды, адам ноология дейді оны ғылымда, ноология қабатыңды дұрыс бағдар беріп отыру үшін рухың саған жол көрсетіп отырады, карта көрсетіп отырады. Бір жерге баратын кезде карта тугис ашасың ғой, тугис болмаса бармайсың ғой сен. Тугис болмаса бармайсың ғой. Қайқа баратқанын өзің білмейсің ғой, тугис болмаса. Әуелі тугистан көріп аласың ғой қайда баратыныңды. Тура солай. Рух сенің денеңе не беріп отырады? Жол көрсетіп отырады. Енді адам сол жол көрсететін рухын тыңдай ма? Нәпсісін тыңдай ма? Яғни интуицияны тыңдай ма, нәпсісін тыңдай ма? Адамда таңдау бар. Рух не нәрсеге жұмыс жасайды? Рух сабырлыққа көрсетіп отырады, сабырлыққа тартып отырады. Терең ойлануға тартып отырады. Рух деген жаным ғой рух деген. Жаным әшейін ғой рух деген. Рух деген ол сенің адамдық болмысыңды жоғалтпауыңа жол көрсетіп отырады. Ішіңнен сыбырлап отырады. Ол сенің жүрегіңде отырады, жүрегіңде тұрады, жүрегің түбінде тұрады да, мына жерге мамаңа барып бір сыйлық берші, қуантып қойшы, балаңа жаным күнім деп айтып қойшы, күйеуіңе қайырлы таң деп айта салшы, кешірімді сен бірінші сұрай салшы, кел мама шай ішейік деп айта салшы. Сенің жүрегіңнен жол көрсетіп отырады. Сенің адам болу болмысыңа сай. Егер де саған сондай нәрселерді сыбырлап айтып отырмаса, яғни карта бермесе, сен байың ба, балаң ба, сен кіммен тұрып жатсың, шаруаң болмайды, сен роботқа айналасың. Онсыз да адамдар қазір роботқа айналған, өйткені жүректерін тыңдамайды. Дененің айтқанын ғана істей береді, нәпсінің айтқанын істей береді. Нәпсі бәрібір ғой семіріп кеткен. Оған ішсе жесе болды, тамақ жануар секілді ғой нәпсі деген. Жататын тесік бар ма, жататын жер бар ма, әжетхана бар ма, қай жерде тамақ бар, қай жерде сусын бар, әкел, дай. Нәпсінің жұмысы сол.
міне нәпсі деген. Түрін құрсын албасты. Бұл нәпсінің. Бұл деген түрін құрсын албасты. Бірақ бұл нәпсіні сүмірте аласың сен. Сенде күш бар. Құдай саған сондай күш берген. Нәпсіні сен сүмірете аласың. Сүміретіп тастай аласың сен. Сен күшің бар. Ананы сүмірете аласың сен. Қалай? Ол айтады, тамақ ішейін дейді 7-тен кейін, сағат 11-де. Сен айтасың, извини за выражение, атаңның басы дейсің. Ол айтады, саған жата бер, таңертең тұрма, жүрме дейді. Сен айтасың, оттама дейсің. Жүрем. Осы күнге дейін сен тыңдап келдің бе? Бар ары дейсің. Ана шаршап тұрсың, досың айтады, кеттік ана жаққа барып қайтайық дейсің. Сен жоқ деп осы күнге дейін айта алмадың, өйткені нәпсі қой. Бар деп сыбырлаған. Сен жоқ, ренжіме, мен бара алмаймын деген сөзді айта аласың. Міне нәпсің сүмірете аласың сен. Құмартып тұрады, ананы істесей, ой, мынаны давай, мынаны жасайын, ананы бар, анаған бар, ананы істе. Сен нәпсің сүмірете аласың. Ей, істемей, бүйтпей, болды. Рухтың орысшасы дух, жанның орысшасы душа, дененің орысшасы тело. Енді рухтың жұмысы бұрыс пен бұрысты айырып беріп отырады карта саған. Сені биікке шығарып отырады, үнемі биікке жетелеп отырады. Жетістікке жетуіңе, қандай да бір грамоталар алуға, бір диплом алуға, бір жақсылыққа жетуіңе, мынау адам ғой деген бір болмыстарыңды көтеріп отыруыңа саған карта, яғни сені жетелеп отырады. Рухтың сосын бір күшті жұмысы, егер рухпен жұмыс жасасаң да, сенің нәпсілеріңді тәртіпке салып отырады. Иттің ғана баласы қамшымен салып қалайын ба? Иттің ғана баласы аузын жап, иттің ғана баласы тыныш отыр. Саған көрсетем деп интуицияны жұмыс жасасаң, мына нәпсіңді жегіп отырады. Өзіңмен алыс өлгенше деп Абай атамыз айтқан сол. Түсінікті ғой? Ми басында. Ми деген ол неврон. Неврон деген қазақшасы қалай? Неврон. Жіп. Ол ми ештеңе істей алмайды, күші жоқ. Миға қандай бағдарлама жазылып тұр, соны істей береді, ол компьютер ғой. Қазір миды айтып беремін. Молодец, кішкене болса түсініп жатыр, молодец қыздар. Сіздер күшті оқушысыздар, керемет оқушысыздар, алғыр оқушысыздар. Ертең шәкірттен озасыздар сіздер. Озасыздар ертең сіздер. Енді нәпсі төменге қарай тартады, рух жоғары қарай тартады адамды. Енді бір күшті бір нәрсе айтайын. Қайсы күшті болса, егер нәпсі күшті болса, жан қайда дейсің ғой? Нәпсі күшті болса, таразы нәпсіге қарай тартады. Былай интуиция, яғни рух күшті болса, онда таразы интуицияға қарай тартады былай. Жан қай уақытта қиналады? Нәпсіге бүйтіп таразы көп тартылып кеткенде қиналады. Осы жерде жүректі шені басып отырыңыздар. Егер де рухын мықты қылып рухын тыңдағанда, интуицияны тыңдағанда, жан рухқа қарай тартылады. Рух нәпсіні ұстап отырғанда, плюс-минусын ұстап отырған кезде екеуі тепе-теңдікте болады. Это называется наша... Это называется наше инь-ян.
мына инияның белгісін білесіздер ма? Әлем бойынша инияның белгісін білесіздер ма? Не үшін ол инияны көріп жүрсіздер? Яғни адамның жаны нәпсі мен интуицияның екеуінің тепе-теңдігін ұстаған кезде ғана полноценный человек, толыққанды адам деген болмысқа айналады.